Қайырлы күн құрметті менің тыңдармандарым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі әңгімемнің тақырыбы мақтаншақ көрші келіншек. Жанар аяғын әзер басып дүкеннен келе жатыр. Ай күні жақындаған сайын мына кең дүние тарылып, терісіне сыймай жүр. Оңай ма? Оған қоса басындағы мың алуан ойларға шырмалып, қойшы әйтеуір, ауыр денесі одан сайын ауырлай түскендей. Перзентханаға ертең кетіп қалсам, анау мұнысын кім алар? Әлде аға жеңгем болсар ма екен деп ойлап қояды. Әй қайдам, оларда жетісіп отырған жоқ. Бірде бар, бірде жоқ. Күйеуі алар дейін десе, күндік жұмысқа шығып, тапқан 5000 теңгесінің жартысына тамақ іштім, жолға кетті деп сүрініп қабынып, ол да әзер жетеді. Арақ ішпей сау келсе, соның өзі мейрам. Осылай әр нәрсені ойлап келе жатып, көрші келіншек Айнұрдың да бұған қатарласқанын сезбей қалды. Көрші, бармысың? Сен уже босанып алды ма деп ойласам, көрінбей кеттің ғой. Жоға жүрміз, тамақ істеу, үй тазалаудан да қол босамай кетті деді, бұл да жақтырмай. Әй қу тірлік біткен бе? Өзім аяғым ауыр кезде аяқты көтеріп жататымын, нечего. Онсыз да солардың баласын көтеріп жүрміз ғой деді өзінше. Ол қайда аяқты көтеру? Сен де айтады екенсің деді, бұл да түрін бұзып. Оған қояр Айнұр емес. Жол-жөнекей алған көйлегін, тойға барғанын айтып өршелене түсті. Ылғи ығай мен сығай барған тойға шақырылдым. Соңғы үлгідегі көйлекті киіп, сықиып бардым. Сол тойда меңдей өңді, сұлу әйел болмаған шығар сірә. Күйеуім қызғанып әйтеуір қойшы қайттық әзер. Әнші сымақтардың бірнешеу шақырылыпты. Аста төк дастархан болды. Қымбат сыйлықтар берілді. Ендеше байдың аты бай ғой. Ондай жерге мына сен секілді қарапайым адамдар шақырылмайтыны аян ғой деді масаттана. Осы сөзі тіптен Жанардың жүйкесіне тиіп кетті. Шақырмаса қойсын, ондай шіріген бай туыстарым да жоқ. Өзіміз секілді қарапайым адамдардың тойынан қалмаймыз деді, бұл да қақшаңдап. Сонымен екі келіншек жоғары көтеріліп, өз пәтерлеріне кіріп кетті. Көрші ақысы, тәңір қақысы деп Жанар осы мақтаншақ көрші келіншектің қылықтарын көтеріп ақ келеді. Бірақ бүгінгі қағытпа сөздері ұнамады. Іштей кектеніп қалды. Айнұрдың күйеуі бір компанияда істейді. Бір баламен күні бойы үйде. Артық салмақ қосып алам ба деп тағы балалы болудан бас тартқан. Кей күндері сауда орталықтарын аралап, қымбат киім алғанды ұнатады. Күйеуінің бар тапқанын қымбат жиһазбен тамаққа жаратқанын емес. Жылына 1-2 рет шетелге шығуды да ұмытпайды. Сұлулық салонына барып, қас кірпік жасатуды әдетіне айналдырған. Былай қарасаң, сүйкімді келіншек, бірақ осылай арасында мақтанып, масаттанып кететіні бар. Ондайды Жанар мән бермеуге тырысатын. Мақтанса, мақтанарлықтай көркі бар. Күйеуі жұмыс жасайды. Не бар? Айтсын деп өз-өзін жұбататын. Өзінің жағдайымен салыстырып, Айнұрды өзінен бір саты жоғары қоятын. Үйдегі 4 картопты қорып Жанар күйеуін тосып отыр еді, есікті біреу қақты. Жанар, барсың ба? Ашшы есікті. Бірден таныды. Айнұр екен. Қолында пакеті бар. Жанка, мына пакетті алшы. Кеше тойдан сарқытты көп алып қойыппын, бұзылып кетер. Білесің ғой, мен диет адамын. Бұны ешкім жей қоймас, үйде қалып қояды. Саған әкелдім деді. Бағанағы сөзіне іште ренжіп тұрса да Жанар сыр бермеді. Рахмет көрші, алайын деді. Пакеті дереу ашып көріп еді, Айнұр айтқандай кешегі сарқыт емес. Кәмпиттері қатты, печеньдері ескіре бастаған секілді ме? Әйтеуір свежий емес. Тастай салайын деп бір ойлады да, қой қатқан болса да тіске басар ғой. Тұра берсін деп өзіне тоқтау айтты. Сол қатқан кәмпитті сора отырып, терлеп тепшіп шай ішіп, Жанар түрлі ойға кетті. Күйеу қазір не әкелер екен? Пәтердің ақшасы да жақындап қалды. Қолына 5-10 тиын түссе, араққа сылқия тойып, аяғын әзер басып келеді. Түнімен бұның
миын шертіп өткен кеткенді қопарып ұйқы бермейді. Қыз күнінде қандай еді осы Жанар? Үріп ауызға салғандай сұлу бойжеткенге барлығы ынтызар болатын. Әкесі де шешесі де еркелетіп, жалғыз қызын аялап өсірді. Ағасы да қарындасына ерекше қамқор еді. Мектепте үздік оқымаса да, ешкімнен кем қылмаймыз деп, белді оқу орнына да түсірді. Білімімен емес, сұлулығымен көзге түскен жас қызға оқытушылар да оң көзбен қарайтын. Ақшадан да, киімнен де тарықпай студенттік өмірді бастан кешіп жатты. Бірінші курсты тәмамдап ауылға қайтамын деп отырған кезде, осы күйеу сұлтан алдап алып қашты ауылға. 2-3 рет қана жүздесіп сырна қанық болған бұл да келін атанып кете барды. Сұлтан 5 ағайынды екен. 2 қайын ағасы мен абысындары барлығы бір үйде тұрып жатты. Кішкентайынан әр заттың өз орнында тұрып, тыныштыққа үйренген Жанар үшін мынадай үлкен отбасыда тұру қиынға соқты басында. Оқуымды тастамаймын деп сылтауратып, әйтеуір қалаға жетіп алды. Жалдалмалы пәтерден пәтерге ауысып, нағыз көшпелі қазаққа айналғалы қашан. Осы пәтерде тұрып жатқаны 1 жылдан асыпты. Сұлтан басында жиын тойда ғана 100 грамдап қойушы еді, кейінгі кезде жұмыс ауыр, шаршаймын деп сылтауратып, қу арақтан молынан ұрттап алатын болған. Кенет есік тағы да қағылды. Жанка, тез жазшы деймін, Жанка деп ар жағынан дегбірсізденіп Айнұр тұр екен. Жанка, мен бір подругаларыммен кафеге кетіп барамын. Диас сапарда, ұлымды 2 сағатқа қарай тұра аласың ба? Өзіңе ғана сеніп тапсыра аламын, деді асығып. Иә деген жауапты күтпестен 3 жасар ермекті табалдырықтан кіргізіп жіберді. Если что, мына 5 мыңға анау-мұнысын аларсың жыласа, давай мен кеттім деп есікті тарс жауып кете барды. Томпақ кішкене ұл да, Жанар да бадырайып тұрып қалып еді. Кел ботам, келе ғой деп Жанар мейірленіп. Қазір Сұлтан ағаң келеді. Барлығымыз ойнаймыз деді күлімсіреп. Өзі де осындай тәтті баланы құшағына алатын бір сәтке елестетіп. Ермек өте көңілді бала екен. Жатсынбай ойнап Жанарға арасында сұрақтар қойып қояды. Сұлтан да жұмыстан келіп, барлығы кешкі асын ішіп, Ермектің күлкісі бұл отбасына қуаныш әкелгендей болған еді. Бірақ Ермектің анасы өзі айтқанда 2-3 сағат емес, таңға дейін кешікті. Бала емес пе, ойнап күліп сықылықтаса да, ұйықтарда анасын іздеді. Бірнеше телефон çalса да, Айнұр телефонды көтермеді. Сұлтан да ызаланып, не деген қатын мынау деп боқтап шықты. Таңата шашы жалбырап, аяғын әзер басып, есіктің алдында тұрған Айнұрды көрген кезде Жанар бір түрлі жеркеніп қалды. Ермек түнімен жылады, неге телефон көтермедің? Ой, Жанка, қыздармен от души зажигать еттім, кешірші. Бар жат енді, Ермекті кейін апарамын деді салқынғана. Тәлтіректе есікті әзер ашып, Айнұр ішке еніп кетті. Қызық өзі, күйеуі жоқ болса бұлда қыдырып бетімен кетеді екен. Осыны айтсам бекен, әлде деп Жанар ойланып қалды. Кешегі сөздер үшін кек алмақшы болғандай. Түс ауа Ермекті алуға Айнұр да келді. Дем алып өзін ретке келтіріпті. Кешегідей емес, басылған. Рахмет Жанка, бірақ осы жайды ешкімге айтпашы. Мұндайым жоқ еді, бойда қыздармен барып не стоит екен деді ақталғандай. Солай күн артынан күн өтіп, Жанар босанып алды. Тәп-тәтті кішкентай қызын мейірлене иіскеп, күйеуінің артықлықтарына да мән бермейтін болған. Балаға керек жарағын бір-бірлеп алармын, ештеңе етпес деп өзін жұбатып та қойған. Бұл босанғалы күйеуі де әке атандым деп сылтауратып күнде ішіп жұмысқа шықпаған еді. Бірақ та біраз күннен кейін тірнектеп жинаған аз ақшасы да таусылуға айналды. Не де болса көршіден сұрап көрейінші деп Айнұрға келген беті. Кір көрші, төрлет деді Айнұр. Отыр кел. Төр осы, саған бұйымтай болып тұр. Баланың жәрдем ақысына дейін 15-20 мың ақша бере тұрсаң деді міңгірлеп. Ақша бар, бірақ курортқа кеткел жатырмын. Күйеуің не деген адам? Ақша таппай ма? Менікі бар тапқан маған жаратады. Күні бойы жұмыста. Не ішем,
Не кием деп басымды да қатырмаппын осы уақытқа дейін. Мүмкін ажырассаң қалай? Егер менікі бір күн ақша таппаса, ажырасам да кетем, деді бұрынғы әуеніне салып. Батылданып екшеленіп қояды. Екі беті қызарып, не жыларын, не сөз қайтарарын білмей жанар үйден шығып кетті. Жүрегі шаншып, ызаланып, үйіне қалай кіріп кеткенін де байқамады. Көрші дегенге басқа шықтау, басындау мынау деп егілді. Әйелінің жайын түсінбей басын қасып селеп тұрған Сұлтанға басқа пәтер тапшы, көшейік бұл жерден, деді. Әшейінде сұрақ қалып, көгезу болатын күйеуі жарайды көшеміз деп басын изей берді. Жап-жаңа, жап-жарық пәтерге көшіп келгелі 3 айдан асыпты. Өмірі жақсара бастағандай, Сұлтан да тұрақты жұмысқа тұрып, жұмыстан кішкентай қызына асыға келетін болған. Кейін естіді. Мақтаншақ келіншек Айнұр күйеуі үйде жоқта көңілгесін әкеліп, араққа сылқия тойып жатқан жерінде ұсталып қалыпты. Күйеуі пәтерді сатып, ажырасып кеткен екен. Барлықтың, ақшаның буымен аузынан шыққан сөзін бақпайтын Айнұр, бұлар тұрған бұрынғы пәтерді жалдап, 2-3 жұмыста істейді екен. Бұрынғы уайымсыз, қансыз қаперсіз күндері артта қалғандай. Ешкіммен араласып шүріклесе қоймайтын көрінеді. Біріміз кедей, біріміз бай болсақ та, көңілге қаяу түсірер сөзге абай болайық ағайын.